ең ауыр өтіріктердің бірі ол әкем қайтыс болды, бірақ әкем тірі да. Әкем қайтыс болды деп ақша алған кездер болған. Ұтам емес, құмарымды қандыру үшін ойнайтын кездер болатын. Барам, ақша алам, барып ойнаймын, просто так ойнаймын. Ұтам деп ойнамаймын, просто құмарымды қандырамын да. Сол уақытта үйдегілерге уәде беріп, қоям болды деп армияға бардым да, қою үшін. Армияға жеткен күні, сол күні күтіп алған сержанттарым ойнап отыр да, уже армияда. Енді ол где-то бір 50 миллионға жақындап қалады. 50 миллион. 10 класс, 11 класстың балдары жиналып алады. Әңгімелер футбол. Сөйтіп былай қарасаң Олимпте отырады да. Ата әжем больницада емделіп жатыр, мен барам да, просто так жағдайларын сұрауға емес, телефондарынан, счеттарынан ақша снимать етіп кетуге барам. Больницаға просто телефондарын алам да, өтірік айтып, счеттарынан снимать етіп кетіп қалам. Кірем қарызға. Бір күнде 5 миллион теңге тауып беруім керек болған күндер болған. Ойлашы, бір адамға 5 миллион теңге беруім керек бір күнде. Кім береді саған? Енді бұл жерде бірінші очередь сен өтірікші боласың ғой. Өтірікші боласың. Білдіртпейсің адамдарға, өтірік ақша сұрайсың, мынаған керек болатыр деп. Достарың білет, қасында жүрген достарың білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Бірақ олар досың болғаннан кейін басында береді, кейін уже қашады. Оққаныма уже 8 жылға жақын. Ең басында қалай басталды? Ең басында кішкентай кезімде есіле бастап алатын болса, ашыққа құмарлық. Бұл балалық шақта ойынға қатты құмарлық болды. Ол өсе келе уже ересектердің ойын құмарлығына айналды ғой. Нағашыларымнан үйрендім, яғни карта, бумажный ойындар неше түрлі. Ақшаға құмарлық. Солай уже оқуға түсіп 2016-да үлкен ойынмен басталды. Мен қазір букмекерский контораның атын айтып реклама жасамақ қояйын, но бірақ сол букмекерский конторадан басталды ең бірінші ұтыстан. Сол ұтыстан кейін мен сол игромания, яғни лудоманияның әлеміне кірдім ғой. Содан бастап 8 жылдан аса уже қазір уақыт өтті. Бұл ойын алаңсыз өтірік айту. Ең басында үйге өтірік айтып бастадым. Олар ақша салды, сенді. Ол ақшаны ұтылып, дос балдар, достар, туысқандар. Соңында уже жұмысқа тұрдым. Жұмыста тоже алдадым, өтірік айттым, бастықтарға өтірік айттым. Көп, өтіріктің түрі көп. Игромандар олар енді мен білетінім өзім актерлық дипломсыз актерлар ғой негізі. Неше түрлі образға, неше түрлі роль кіріп кетуге болады да, оңай кіреді. Сондықтан мен де оңай кірдім. Кез келген рольге, ой, міне салам, бүйтіп салам, өтірік айтып. Сол 7-8 жылдың ішінде мен где-то 25-30 миллионға жақын қарыз болдым. Кредиттер, займдар неше түрлі. Ең бірінші займнан басталды ғой, доступны сол доступны займ болғаннан кейін доступны содан басталды, и оның арты уже көптеген последствиялар болды. Букмекерскийден басталған нәрсе уже казиноға дейін жалғасты ғой, казиноға бардым, тоже ойнадым. Көптеген процентке ақша беретін жігіттер болды, олардан алып көрдім. Оларды да алдадым, өтірік айттым, қаштым. Соңында жүруге возможность болмады. Жалпы Қазақстанда жүре алмай қала жаздаған кездер болғандай. Қазір олардың бәрі енді ең страшный соңында
мен үшін. Өйткені көптеген өтірікте ең ауыр өтіріктердің бірі ол әкем қайтыс болды, бірақ әкем тірі да. Әкем қайтыс болды деп ақша алған кездер болған. Қазір өкінемін, бірақ жасадым, істедім, бірақ мойныммен көтеріп жүрмін да қазір. Қазіргі уақытта қарыздар бар. Шетіме жайме деп қайтаруға тырысамын. Жалпы игроманиямен жолыққалы бері өмірім астан кестен шықты ғой. Қалай басталды, уже мен өз-өзімді таппай қалдым. Менің пландарым, цель, мақсат бәрі жоқ болып кетті да бір күнде. И социумнан деградация, отбасымен отношение бәрі жоғалып. Солай уже мен өзім жалғыздықта өмір сүргім келді. Өзім әлемде ертең қоям, міне қоям, бәрін құтылайын, қайтадан қоям. Қанша рет үйдегілер қарыз алып берді, бәрі қоймадым. Қоюға да возможность болды, білмеймін, қоя алмадым. Ақыр соңында уже өзімде өмір сүруге де желание қалмағаннан кейін реабилитациялық орталық іздедім. Ең бірінші кинодан қарадым, сондай орталық бар екенін, одан кейін уже Қазақстанда іздеп қарадым. Сол қазіргі уақытта сол реабилитациялық оңалту орталығына жатып емделіп шықтым 5 ай. Содан кейін уже қазір оғанда біраз уақыт өтті, уже 1 жылға жақын уақыт өтті. Аурумен күресіп жатқаныма. И өмір бойы күресемін деген әлде нем бар да өзімде. Жоқ, студенттік өмір кеткеннен кейін, үйленгеннен кейін басталды. Ең крупный суммада бар, Ең крупный суммалар. 2018-2019-да басталды ғой, крупный суммалар. И сол моменттерде сізде қалай ұтыс болды ма содан? Ұтыс болғанда қалай? Ұтыс болады, бірақ көп емес та. Көп емес. Сол ұтқан ақшаны қайтып сол жерге салып жібере берді ғой. Крупный сумма ұтып алдық. 2013-те сол бағана кино деген басталды ғой. Моройын, профит, инбет көп еді ғой аттары. Содан басталды. Одан кейін 2016-2017-те сол Олимп ойнауды бастадым. Содан кейін кеттік артқа қарай. Игроманиямен жолыққалы мен 8 жыл өмірім ауаға кетті, былай айтсам. Өйткені жаңа басында айтқандағыдай мақсат, план, цель ешқандай болмады да. Өмірге қызығушылық болмады. Адал жолмен ақша табу деген нәрсені ұмыттым да. Содан кейін уже мен ары қарай қалай өмір сүретінімді білмеймін. Тек бір күндік өмір. Таңертең тұрам, ақша қалай табуға болады, ақша кімнен сұрауға болады, болды. Бұлай өзім жұмыс жасайын, ақша табайын деген ой жоқ, тек біреуді алдау. Сол реабилитацияға келген себебім, өйткені менде айттым ғой, өмірде уже ары қарай қалай өмір сүремін, ертең үйленсем қалай отбасы боламын деген ойлар. Ата-анамның уже шаршағаны, солардың бәрі себеп болды ғой. Өзімнің шаршағаным, психологически шаршағаным, соның бәрі себеп болды да. Содан кейін реабилитациялық орталық іздедім. Реабилитациялық орталық іздеп бірден келістім. Уақыты, қанша уақыт мені уже қызықтырмады даже 1 жыл болса да жатам деп келістім да. До того келісіп, сонда 5 ай емделдім, 5 ай жаттым, одан кейін тағы 3 ай жалғастырдым. Қазір сол реабилитацияда өзім стажер консультант, өзім сияқты сол именно осы аурулармен жолыққан жігіттерге көмектесіп, күресуге, алдына қарай мақсат қойып беруге, бірге әңгімелесіп, сөйлесіп, тілдескен кезде көбісінің айтатыны ата-анам қарсы, болмаса жаңағындай үйдегілер көп көмектесті, қарыздарым жауап берді. Мен де дәл солай, ата-анам қарыздарым жауап берген, өйткені ұят болады, андай болады, менталитет. Оңтүстікте жалпы менталитет сол да. Осындай жігіттер көп қазір Қазақстанда негізі. Жалпы Қазақстанда көп та, осы аурумен, игроманиямен, лудоманиямен жолығып жатқан жігіттер көп, но бірақ отбасы жасырады оны. Көп айтқысы келмейді, өйткені ұят болады туысқандардан, туыстардан, жұмыстастардан.
ұят болады. Содан кейін оны баласын емдеткісі келмейді, тек қарыздан жауап беріп жүреді. И солай көмектестік деп ойлайды да. Ал негізі ол көмектесу, ол қарыздан жауап беру емес. Ол тек баланың жауапкершілігін алып қойып жатыр да. Содан кейін ол бала одан сайын уже менде дәл солай болды да. Менің қарыздарым жауап берді, и менде жауапкершілік алу деген жоқ. Мен қайтадан сол қарыз алып берген адамдар, жауап берген адамдардан қайтадан аламын да қарызға. Уже маған оңай жол керек. Мен өмір оңай жол іздеп жүрдім. Ал қазір уже өзім жауапкершілігім өзім қолымда, өз өмірім өзім қолымда деген түсінік қалыптасты да енді. Сол реабилитациялық орталықтың арқасында. Ал бізде менталитет қалай? Менталитет реабилитацияға жатқызғысы келмейді, оңалту орталықтарына жатқызғысы келмейді. Неге? Өйткені ұят болады. Сол себепті, білмеймін, жатқызған дұрыс. Әркім өзінің қолында, өзінің күшінде, әр адамның өзінің сана сезімі бар да, но бірақ қиындау. Игромания, лудоманияны сана сезіммен, өзінің күшімен жеңу ол өте қиындау. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс. Ол тек қана изоляция, сол арқылы жеңу ол эффект болады да, жаңағындай жақсы бір көмегін тигізеді деп ойлаймын өзім. Негізі менің ойым лучше сонда контора болған дұрыс еді. Өйткені ол жерде сен наличка ақша тегесің ғой. Иә. Ұтыс ұтасың, ақшаны көресің да, ойланасың сен. Жетеді ғой деген сияқты ше. Сөйтіп кетіп қалатын адамдар бар да. Ал сен мысалға Олимпте ойнасаң счетында саған цифра болып көрінеді. Мысалға 500 мың теңге үшін саған цифра болып көрінеді. Тіге бересің ол жерде. Ол негізі цифровойға өткен вообще зиян көп болды ғой қазір. Негізі. Зияндығы өте көп. Жаңа бір әңгімеңізді айтып қалдыңыз, ұстаз болып жұмыс жасап жүрдім, сол кезде оқушыларды да көрдім дедіңіз. Құмар ойнап отырған сол туралы. 10-шы класс, 11-ші класс. 10-шы класс, 11-ші класстың балалары жиналып алады. Әңгімелер футбол. Сөйтіп былай қарасаң Олимпте отырады да. Уже ол деген сөз 10-шы класс, 11-ші класстың өзі ойнап жатыр дегеннен кейін, олар қазір жаймен деп бастайды. Мақұл 1000 теңге үйіндегілер берген ақшасы. Ертең студент болады, кредит алады. Сонымен кете береді ғой. Кредит дегенде білесің ғой, займды аласың, үстіне пәленбай мың процент қосып қайтарым керек. Сол сияқты. Бұны тоқтату енді өте қиын ғой Қазақстанда. Реабилитацияда жаңағында айтады да, көптеген сұрақтар болады. Реабилитацияға жатқызатын кезде игроманиян осыдан 5 ай жатса емделіп кете ма, болмаса осыдан кейін мүлде ойнамайды ма деген сұрақтар өте көп ата-аналар тарапынан, туыстар, туысқандар тарапынан. Кепілдік тек 5 айдан кейін ғана емес, өмір бойы күресу керек та, кепілдік болу үшін. Адам тоқтап қалмау керек. Яғни лудоманиямен жолыққан жігіт, ол уже бір нәрсе требовать етіп тұрады да, именно сол чувстволар керек болады, жаңағындай сол употребление керек болады жалпы. Оны іздеп тұрады да, и ол өмір бойы күресіп, өзінің жағдайымен өмір бойы өзінің состояниесін біліп, өзінің ойын дұрыс түсіне алатын болса, яғни өмірлік күрес болады да. Бірден 5 айдан кейін бір таблетка ішіп емделіп кету игромания, лудоманиядан ол мүмкін емес. Күресуге болады, өмірдің соңына дейін таза жүруге болады, ойнамай. Тек қана ол изоляциядан кейін и өмірдің соңына дейін күресіп, жаңағындай жұмыс жасаса, өзімен бірге, өзінің жақындарымен бірге жұмыс жасаса, онда күресу, яғни нәтиже болады. Ал бірден шыға салып, 5 айдан кейін қойып кетті, болды, енді жоламайды деген, ол екінің бірінде бола беретін жағдай емес. Сондықтан реабилитация керек, жақындары, егер мен естіп отқан туыстары, туысқандары, ата-анасы, сол аурумен жолыққан жігіттердің реабилитация керек. Және де баланың қарыздарын жауып керек емес, жауапкершілігін алып керек емес, тек қана өзімен өзі өмір сүру керек. И жеңуге, күресуге болады жігіттер. Менің қазіргі өсіп келе жатқан жігіттер, мен көремін да, көпті мектеп кезінен ойнап, 16 жасынан, 15 жасынан ойнап жатқан жігіттер көпті, 13 жасынан. Әлде де кеш емес, қойып кетуге болады. Бірден қойып кету де мүмкін емес, и бірден тоқтат, арғай басқа өмір бастап кету де мүмкін емес. Бәріне күш керек, жұмыс жасау керек.
Сондықтан бәрі мүмкін. И қазіргі өсіп жатқан жігіттер жалпы игроманияға жолығып, оған жақындап, қызық үшін ойнап керек емес. Өйткені бір ойын сол бүкіл өмірді құртуы мүмкін да, ал бүкіл өмірді қайта қалыптастыру үшін ол уже өмір бойы күресу керек болады. Сондықтан жалпы реабилитация керек, бәрі керек. Туысқандары, жақындары мені естіп отырса, хабарласып, жақынның жалпы ауруын қарызбен емес, шындықты бетке айтып, ащы болса да сол шындықпен күресу керек та. Ал бізде қалай шындықты жасырамыз, содан кейін артында ол сол шындықты жасырмай жатқан кездегі аурудың да қатты ауру болады да. Лучше бір рет ауруды сезіну керек, шындықты жасырмай. И ары қарай өмірге кепілдік болады да, таза жүріп, адам ұқсап өмір сүріп, кәдімгі независимый адам сияқты өмір сүруге де болады да, ойлануға. Сол үшін әлі де кеш емес, жігіттер. Ойланыңдар. Қарызды жабымды оңай ақшаға үйреніп қалғанбыз ғой қазір. Қазақтар сондаймыз ғой. Соны бағана бар тігеміз, шығады, қарызды жауып тастаймыз деген. Оңай да, бірақ ондай болмайды ше. Ондай болмайды. Енді орта есеппен сол ойнаған жылдарыңыздың арасындағы жоғалтқан ақшаңыздың саны қанша? Енді ол бір где-то бір 50 миллионға жақындап қалады ғой. 50 миллионға жақындап қалды. Ұтылғаным общий қосқан кезде. Деді сондай болады. Өйткені каспиімді мен бір рет тексерсем, 6 айдың ішінде обороты 50 миллион ғой. 50 миллион. Өтірікші боласың ғой. Өтірікші боласың. Білдіртпейсің адамдарға. Өтірік ақша сұрайсың, маған керек болатыр деп. Достарың білет, қасында жүрген достарың білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Бірақ олар досың болғаннан кейін басында береді, кейін уже қашады. Уже крупный кіргеннен кейін уже қашады. Сол ғой. Ең жаман өтірікші болады кезін. Сол нәрсе қиын екен. Өтірікші болғаннан кейін саған уже ешкім сенбейді. Сондай ғой. Енді достарыммен отношениям құртылды. Отбасыммен отношениям құртылды. Қазір осы 1 жыл болды. Қайтып дұрысталып жатыр ше, отношениям бәрі дұрысталып, ойынды қойып, өмірге деген көзқарас өзгеріп жатыр ғой. Енді азартты қойып кетуге болады 100% деген рас әңгіме ме? Әлде бұл азартқа кірген бір адам, ол жазылуы қиын, всегда бір азарт ойнағысы келіп тұрады деген бір сөздер бар да психологтың. Негізі, ол дұрыс қой, негізі былай аулайды. Адам ше, мысалы сен Олимпке кірдің ба, бала кірді ма, оны өздігінен қойып кету өте қиын. Қазір реклама деген любой жерге кіресің қазір. Адамның көзін алдайды да бәрібір ол ше. Қойдым деген өзімді сол нәрсені баурайды да. Ол үшін мен енді өз ойым құмар адамға басқа бір өзіне ақша тікпейтін бір құмар нәрсе ойлап табу керек сияқты да. Мен мысалы басқа қазір ойындар ойнаймын. PUBG бар ғой, PUBG. Мен сонымен қазір құмарымды қандырамын, шынымды айтсам. Жұмыстан келем, 2-3 сағат соны ойнаймын. Мен ары қарай жатып ұйықтаймын. Сол сияқты. Алданасың, құмарыңды қандырасың ол жерде. Мен басқаларды білмеймін енді қалай қойдыратын. Ол қойып кету деген өте қиын негізі бұл нәрсені. Бүгін ровно оңай, именно игроманиядан құтылғаныма, яғни ойнамай, без употребления жүргеніме, ешкімді алдамай жүргеніме, ешкімге өтірік айтпай жүргеніме бүгін оңай. Яғни оңай алдым мен. До того өзім өмірімнің түбінде, сол ойынның түбінде жүрдім. Қазір уже оңай артта қалды да. И оңайдағы тыныштық, тыныш ұйқыны қазір айта алмаймын да. Игромания, ұйқыдан тұрам, телефонды қараймын, тыныш ұйқы жоқ, түнімен қарыздар, таңертең қарыздар. Мен уже түнде ұйықтаймын, таңертең уже қарыз қайтару керек. Уже менде оған возможность жоқ та. 2 миллиондап, 3 миллиондап қарыздар. Қалай ситуациялар болды? Аяқ жеген кездер сол ойын үшін, қарыз үшін қайтара алмай. Ал қазір ондай жоқ та. Қарыздарым бар, но бірақ қазір сұраса сразу. Қазір жағдай жоқ, бар болса берем. Кейде қазір айтам даже, бар болса да бере алмаймын. Өйткені саған берсем, дальше жағдай болмай қалады өзімде деген сияқты. Баяғыдай өтірік айту, алдау қазір болады, міне болады, брат жолда келе жатыр екен. Ағам картам блокқа түсіп қалып еді, ондай өтіріктер айтпаймын да. Шын. Басында бір 400 000 теңге ма
үйдің ақшасын құрып тастағам. Сол кезде біліп бірінші. Ол кезде енді түсінікпен қарады. Ер жігіттің басына не келмейді деген сияқты ғой. Түсінікпен қарады, сонымен болды, қойдым деп уәде бердім, бірақ сол 400-ді қайтып орнына беруім керек, қайтаруым керек деген сияқты. Қайтып ары қарай кіре бердім, сонымен соңында қиын болды ғой, негізі өте қиын болды, оны айтып жеткізу қиын. Әке-шешенің көз жасы деген өте қиын ғой. Кетіп қалдым содан. Әке-шешенің көзінің үйден кетіп қалдым мысалға ше. Үйден кетіп, өздігіммен, келіншегіммен қазір әйтеуір шаруамды істеп жүрміз. Енді ол жерде қалай айтсам болады. Бірақ түбі сен қасында қалатын әке-шешең екен ғой. Негізі көмек беретін. Қанша ұрыс, қанша банадай көңілі қасын, бірақ түбі көмектесетін әке-шешем екенше, соған көзім жетті. Қанша кірем қарызға, бір күнде 5 миллион теңге тауып беруім керек болған күндер болған. Ойлашы, бір адамға 5 миллион теңге беруім керек те бір күнде. Кім береді саған? Достарың да бере алмайды ол нәрсені. Ағайын туыс деген қазір ақша деген өте қиын ғой. Айналып келгенде соны әке-шешем тауып береді да мысалы. Соған көзім жетті. Енді досында досы бар дейді ғой, енді досында досы қалды. Осы ойынның әсерінен де біліп алдық қой, кімнің қандай адам екенін ше. Енді қазір өмір басқаша. Шүкір дейін. Қазір дұрысталды ғой бәрі. Қойып кету, адамның өздігіне қойып кету қиын. Мемлекет жұмыс жасау керек қой берде. Рекламаны тоқтату керек та. Рекламаны тоқтату керек. Банадай Олимпке кіру жасын ұзарту керек деген сияқты ғой. Қазір 21 деңге қылып қойды, бірақ білмеймін, ол ашып ала береді любой адам. Қаратты, біреу удостоврение сатты, ашып алады, ойнап жүре береді. Енді тоқтату мәселесі болғанда берді. Заңмен тоқтатпаса, адам өздігімен тоқтамайды негізі. Өкімет қарау керек. Олимпті вообще негізі жауып тастау керек деген сияқты ғой. Один избет, Олимп, фонбет қазір қатты дамып баратқан. Ойнап жүрген кезімде ең соңғы емес, даже ортасында ең ауыр жағдайлар өте көп болды. Олардың ең ауыры енді ата әжем больницада емделіп жатыр, мен барам да, просто так жағдайларын сұрауға емес, телефондарынан, счеттарынан ақша снимать етіп кетуге барам. Больницаға просто телефондарын алам да, өтірік айтып, счеттарынан снимать етіп кетіп қалам. Ақшаның бәрін алып, уже ойнап тастаймын да, оказывается, ол ақшалардың бәрі уже операцияға керек ақшалар болған да. Оны мен білмеймін. Білсем де бәрібір істейтін едім да оны. Сондай ситуациялардың ең көбі қол жұмсаған моменттер болды, қол жұмсаған. Но бірақ көбінесе игромандар, яғни өз атымнан айтайын, бірақ көбінесе лудоманияда қол жұмсау ол болмайды да. Болады, бірақ манипуляцияда, жаңағыдай қарыздарым жауап берсін, қарыздарым жауап бермесеңдер өлем, ақша бермесеңдер өлем, болмаса қолын кесіп, даже қолын кесе алмайды кейде. Асылып қалам, бүйтіп қалам, оның бәрі манипуляцияда, ол уже өтірік әңгіме, өйткені мен көп көрдім, қол жұмсай алмайды, өйткені игромандарда жаңағыдай қорқақтық басым болады да, қорқақтық басым болады, сондықтан уже өз-өзіне даже қол жұмсауға, қол тигізуге батылы бармайды көбінесе. Сондықтан ол мен айтар едім ата-аналарға, ол өтірік әңгіме, сенбеңіздер деп. Қазспорттың көрсеткенін көре берсеңіз, ұлттық арнада, ұлттық арнада. Радиода да айтады, қандай кино көріп жатсаң да киноның басында да басталады, ютубта да видео көріп жатсаң, барлық жерде ана рекламный атака дейді ғой адамға, сонда бір атака жасай берген сайын уже реклама сенің миыңда қалып кетеді, соған уже тартып тұрады да өзіңді. Негізі рекламаны азайтқан дұрыс. Рекламаны азайтқанда вообще рекламаны оны алып тастау керек қой. Алып тастау керек мүлде. Вообще алып тастай салу керек. Қазір мынау депутаттар көтеріп жатыр бұл мәселені. Иә. Енді бүйтіп қарасаң әйтеуір көтерді, жұмыс жасалып жатыр деді, бірақ әлі дым жоқ жасалып жатқан. Ордабасының өзі Олимпет деген футболмен ойнайды. Иә. Соның жарнамасымен. Иә, жарнамасымен. Ол өте қиын, бұл келешек, дәл осылай кете беретін болса келешекте. Қиын жастарға, өте қиын. Жастар алдына уже мақсат қоя білмейді да. Өскеннен кейін бір адам мақсат қояды ғой. Мынандай болам. Ал сен ол лудоманияға кіргеннен кейін сен болды. Ешкім тыңдамайсың. Болды, сен өзіңмен өзің.
жүре бересің. Ақша тапсам тіксем, ақша тапсам тіксем. Семьяңа көңіл бөлмейсің, үйдегілерге көңіл бөлмейсің, үйде отырғың келмейді, көшеге қарай қашасың деген сияқты ғой. Сондай да балдар сондай болады уже. Бір сол периодта өзіңізде жұмыс жасап жүрдіңіз ба? Мәселен ойнап жатқан кезде. Иә, жұмыс жасап. Андай бір жағдайлар болды ма? Мүлде бір ақша таба алмай қалған кезде, бір күн ақша таба алмай қалып, ондай отбасыңа беретін, или нәрсе алу керек еді, нәрсе жетпей тұр еді, немесе бір жақындарың ақша сұрауға ауызса тұршы деп сенен сұраған кезде бір қиналып қалған кезде. Ондай кездер көп болды ғой. Олимп ойнайтын адамды айтайын ба сенде, мынандай ғой. Бірде бар, бірде жоқ қой. Түсіндің ба? Бірде 0 болып жүреді, бірде бар болып жүреді. Бірақ бары ұзаққа созылмайды. Бары ұзаққа созылмайды оның. Ол алады да бағанағыдай ана жаққа мына жаққа тез құртады. Сөйтіп қалған ақшасын қайтып ойнайды, көбейтемін деп қайтып қадалады. Сонымен жүреді сөйтіп қарызға сұрап әркімнен ше. Алаяқ боласың да былайша айтқанда. Алаяқтықпен арған жолсыз. Ақшаны сөйтіп табады үш. Ұрлыққа қайдан барып жатқандар бар ғой. Өз үйінен ұрлап. Ұрлық та болып жатыр да, сонда адам өлтіріп жатқандар да бар, соның кесірінен ше суицид жасалынып жатқандар бар. Қазіргі уақытта енді уақытында өкіндім, қатты өкіндім, то что туысқандарыма, ағайын туыс бауырларға, ағама туған әке шешеме, ата әжеме жаңағындай ең үлкен ущербтер келтірдім да. Ең үлкен ущербтер, яғни бірінші өзіме, одан кейін уже ата анама. Өйткені олар да уже социумнан деградация болды да. Олар да орталыққа шыға алмайды, олардың да қарыздары бар. Өйткені менің қарызым арқылы олар қарызға кіріп кеткен да, менің қарызым жауам деп басқа біреуден қарызға алады, и оларды уже менің әке шешемді іздеп бастайды, уже көшеде жүре алмайды, кредит. Ол менің ғана счетым емес, уже әке шешемнің счетын жауып бастады да. Өйткені олар да менің қарызым жабу үшін алды ғой кредиттер. Содан кейін уже жалпы менімен араласқан, мені танитын жақындарының, жандардың бәріне мен әйтеуір кесірім тиеді ғой. Дәл солай кесірім тигізді. Мен даже бір күн араласайын, уже ертесіне мен қарыз сұрап тұрамын ол адамнан. Уже білмеймін қалай, мен өзім қазір таңғаламын да. Қалай көндіріп алатынымды, но бірақ әйтеуір бір күн аралассам да даже сол адамнан ақша алуға тырысатынмын и алатынмын да. Бір нәрсеге цель қоямын, ақша аламын деп, бір адамнан оны обязательно мен алатынмын. Қазір өкініш жоқ, скорее всего мен түсінемін уже. Оларға кесірім тиді, но бірақ менде әлі уақыт бар. И қайттан бәрін қалпына келтіруге де жұмыс жасау керек та. Жастарды да қиын ғой қазір. Қазір қорыққан сыйлайтын заман. Біз тренер болып істедім. Жастар мысалы 10-11 жастар есеп қалады уже. Олар ше. Оларды ұрмасаң сен тыңдамайды. Сөзбен тыңдамайды қазіргілер. Оларды ұру керек, жақсылап, қорыққан сыйлайды. Ұрсаң әке шешесі келеді. Ұрсаң әке шешесі келеді. Енді бізде ондай Ленгірде болғаннан кейін, ауылда тұрғаннан кейін ондай келмейтін ше. Қалада ондай нәрсе көп та мәселе. Енді кішкентай кезінен бірінші очередь ата-аналар ғой, контроль жасау керек қой. Сенсорный телефонды бердің ба, ішін қарау керек. Не кіріп жатыр, не ойнап жатыр, қайда кіріп жатыр, солай контроль жасамаса, ол кейін балдар тез алданады қазір. Досы келеді, мындай болып жатыр, көрсетші дейді, көреді, қызығады, кете береді ары қарай. Ол бірінші очередь негізі әке шешенің негізі контроль деп ойлаймын ше. Әке шеше контроль жасау керек. Ол кезде ғана бүйтіп тоқтамаса жастарға қиын қазір. Баланы секцияға беру керек, спортқа беру керек, басқа нәрсемен ойларын өзгерту керек та жастардың ше. Именно планшет, телефон, сенсорный телефонды қазір ләжі болса сатпау керек та. Көбінесе. 11-ге дейін сатпа, 11 сыныпқа дейін. Бірақ енді балдар қазір оқуына рахат болып қалды ғой, керек. Бірақ сонда да қаталдау болған дұрыс па деймін да. Уақыт қойып қой, шегер, кешкі 9-дан кейін телефон болып бермейсің. Келеді, үйде болады, тренировкасын жасап келеді, бір жерге барып келеді, телефон ақ қой. Ұйықта демал. Азанда мектепке кетерде беріп жібер. Сол сияқты да. Енді денсаулық шүкір енді жақсы болып, психологиялық тұрғыда шаршайсың. Адамдармен сөйлескің келмейді. Звондайды біреу, телефонды алғың келмейді. Сен өйткені мына жақта басың уже толып қалған да сенде ше. Адамдармен араласуды қоясың ғой. Қалай жалғыздықты жақсы көріп кетесің ғой соңында қарай. Бір өзің алдап, ақшаңды алып, ойнап отыра бересің ғой. Сондай. Қазір енді сіз Аллаға шүкір бәрін тоқтаттыңыз, өзіңізді күресіп жеңдіңіз. Енді қазіргі күйіңіз, самочувствиеңіз, құмар ойынсыз өміріңіз қалдай қазір? Самочувствием, шынымды айтсам қазір
рахат болып қалды ғой. Мм. Бірінші очередь қазір алдамайсың адамдарды. Иә. Алдамайсың. Көп нәрсені өзім қолыма алдым. Отбасы болғаннан кейін контрольді қазір өзіме алдым. Мысалға әйтеуір онша шығындар бар, квартира бар, кредит бар, қазір өзім мойныма алдым. Жауапкершілікті алып, достарыммен дұрысталды отношения. Ұйқы тыныш бастысы. Енді қарыздарым бар, но енді олардың постепенно жаууға тырысамыз енді. Оған біраз уақыт керек. Енді өзгеріс айтып жеткізу мүмкін емес қой. Мүмкін емес. Жұмысыңда жүреді. Былайша айтқанда, өмірге деген көзқарасың өзгереді ғой. Пландар бойда уже план, мышление пайда болады ғой. Не істесем екен деген. Ақшаны қалай тапсам екен, не жұмыс істесем екен деген сияқты. Сондай пландар. Ал ойнап жүрген кезде ондай план болмайды, тек алдау. Жағдайы жақсы біреу көріп қаласың ба, жақындайсың, ақша сұрайсың. Сондай болады. Қойғаннан кейін уже өзгереді бәрі, мүлдем өзгереді. Жұмыс, жетпейтін ақша бәрібір жетпейді, негізі. Өкінесің, мысалы 500 теңге аласың да ойнап ұтылғанша лучше сол 500-ді басқа нәрсе берген сияқты деген сияқты. Ақшасыз да күнің өтеді екен негізі. Ақшасыз да жүріп үйренеді екенсің. Бірақ соны шыдай білу керек та. Айлықтан айлыққа жетіп, болмаса бана жеке кәсібіңді ашсаң, тіпті жақсы. Игроманияны қою үшін бәрін жасап көрдім. Молдаға да оқытылдым, даже өзім намаз оқып көрдім, үйдегілерге уәде, өзіме уәде беріп көрдім. Көп нәрсе істеп көрдім жалпы, болмады. Сондай бір жағдайдың бірі, тоже карантиннің уақытысында уже үйдегілер де білді, көп нәрсені, и қарыздар көп қысты, и ақша да көп ұрланды үйден. Сол уақытта үйдегілерге уәде беріп, қоям болды деп армияға бардым да, қою үшін. Армияға жеткен күні, сол күні күтіп алған сержанттарым ойнап отырды, уже армияда. И содан кейін дальше бір жыл бойы где-то армияда ойнап шықтым. Армияның өзінде уже мен командирлерімне қарызға алып жүрдім, сол жердегі балдар жігіттерден қарызға ақша алып жүрдім. И дәл сол ойынның кесірінен мен даже гауфактіге де жатып келдім да, армияда жүріп. Уже ойын үшін ақша керек болды, көшеде службада жүріп ақша салу керек болды, и салып тоже сталдым да. И нарушать еттім, заңды нарушать еткеннен кейін последствиясы, яғни соның зардабы тиді да, и мені гауфактіге жатқызды. Сондай ойынның зардабы не только қазір уже менталитетке сіңіп баратыр да, бұл ойын. Уже букмекер нормальный, стабильный, кәдімгідей қалыпты өмір болып қалған. Уже қайда барсаң реклама, қайда барсаң нені ашсаң да реклама болады. Содан кейін уже адамдар қалыпты күнделікті өмір. Баяғыдай әйел кісілер машина айдаса, о деп таңғалатын еді. Қазір уже дәл сол сияқты ойынды да ашса, уже ешкім таңғалмайды да. Сондықтан армияда да, әскерде де көп ойнайтындар, яғни ол жаққа да сәл бір шара қолданбаса, ол жақта да ойнайтындар көп. Сондай ситуациялар менің басыма өткен.